Өмір Абайды ерте сейтті. 15 жасында үйленіп, 16 жасында әке болған Абай 21 жасында болыс болды. Енді ол халықтың мұң зарын, арман тілегін өз құлағымен естіп, өз көзімен көретін болды. Халық өмірі мен әдет ғұрпын жетік білетін, оның үстіне шығыс пен батыс ілімінен де мол хабардар зиялы Абай, даушарларда, сөз қақтығыстарында ескі билерді оңай тосылдырып, өзінің жаңа заманның басы екенін анық танытып үлгерді. Баласының басқа шауып төске өрлеп бара жатқаны Құнанбайды ойландырмай қоймады. Маған біткен, саған да біткен екен. Алдыма кісі түсірмеймін деуші едім. Шіркін Қаратай-ай. Бөжеймен де сол араз қылып еді. Сені баулығанда сол ғой. Көп алдында менің алдымнан неге көлденің дейсің? Ел не деп ойлайды? Ендігәрі менімен салғыласпа. Сізбен ел алдында сөзге таласқаныма өзім допынып келем. Менің үстімнен сізге арыз айтып жүргенде сол Қаратай ғой. Қаратай сияқтылардың бар арманы біздерді ел жұрт қарандату, елмен арамыздашу. Жә болам. Өзіңе кез келгенде айтпақ болып жүрген сөзім бар еді. Соны айтайын. Құлағым сізде, әке. Сенің бойыңда үш үлкен менің бар. Ең әуелі сен жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайдақ су сияқтысың. Жайдақ суда итте құста жалайды. Кісіге қадырың болмайды. Екіншісі, көрінгенмен жақын боласың. Кісі талғамайтын желбеге жүрген кісінің қасына ел үйірілмейді. Ел алатын қылық ол емес. Үшінші мінің, орысшылсың. Я балам, орысшылсың. Орыстың дұшпандығын ұмытасың. Әке, қолында құралы бар, бірен саранға ғана тиетін Шыңыраудағы судан қой шұғылаң жарлы жақбайдың бәріне пайдасы тиетін жайдақ суды артық деп білем. Екіншіңізге айтарым, қазақ ескі заманда бір қора қой сияқты болған. Бір қора қойды жалғыз қойшы, шайт десе өргізіп, айт десе жайлдатын болған. Бертін келе ел түйе сияқты болды. Шетіне тастап, шөк деп дауыстаған уақыттаған аңырайып барып етін бұратын. Ал енді, әке, біздің заманымыз әйел жылқы тәрізді болды. Мұны аққар көк мұзда етегін төсек, жеңін жастық қылуға шыдаған жылқы шығана бағалады. Еңбек сіңірген адам ғана ие боп басшы бола алады. Орысшылсың дейсіз. Егер өнер білім дүниеден қашсақ, ол надандық болар, әке, ал жақсылық болмас. Мен өнер білім үшін ғана орысшылмын. Абайдың айтып тұрған ол баяғы заман, баяғы қазақтың керемет рыцарь кезіндегі идеалдар ғой жаңағы. Ру мен ру тең, бай мен кедей тең. Ал Құнанбайдың заманында қазақ мына жаңа әлемдік тәртіпке, Европалық келе жатқан жаңа әлемдік тәртіпке тартылып бара жатқан халық. Сондықтан Құнанбай енді билікке Абайдан ертерек араласты ғой. Ол адамдар ертерек араласты, ертерек таныды адамдарды. Кейін Абайдың да өзі айтады ғой, теп-тегіс жұрттың бәрі болды аларман дейді. Көрдіңіз бе? Абайдың жалыққанын көреміз. Өйткені Абай ол жерде романтикалық бір менің елдің бәрін шөлін қандырам, елдің бәрін бақыт етем деген бір үлкен асқақ арман, сол кездегі шалқып отырған бір көңіл күйден айта салған сөз деп ойлаймын Абай. Орысшылсың дегені менің ойымша Құнанбайдың дұрыс емес. Өйткені Абай да ол заманның ағымын аңдайтын адам ғой. Мысалға, құрғақ жердің алтыдан бірін орыстар алды ғой.
несімен алды, қаруымен алды, өнерімен алды, күшімен алды. Сондықтан абай білген, орыстан үйрену керек, амал жоқ. Қандай керемет ата тегің асыл текті болса да, ата бабаң бәрі арыстан болсын мейлі, бірақ дәл қазіргі сәтте ұрпақты сақтап қалу үшін анаға мойынсыну керек, бағыну керек, өнерін алу керек. Сондықтан мына үшінші менің қабылдаймын. Үшінші мінге келгенде абайдікі дұрыс. Бірақ алдыңғы екі міні Құнанбайдың дұрыс айтылған сөзі. Құнанбай жас абайды шу дегеннен ауыр жұмысқа салмайды. Барып кел, айтып келден бастап, баласының өз тапсырмасын қалай орындауын бақылап, ойындағыдай нәтиже беретіне көзі жеткен соң, өзі шешетін ірі дау, қиын тартыс, аңдысып айтысып, арбасып отыратын. Келелі кеңеске бірге ертіп барып, бөлтірігін қозы жеуге үйреткен қасқырдай баулып, әдіс тәсілге көзін қандырып бойын үйретеді. Өзі басқарып отырған ұлықтық жұмыстарына қатыстырады. Әрхам Кәкітайұлы. Мен абырой атақ алу үшін ең алдымен адалдық керек. Ешкімді ала көрмей, адалына болысу, кемтарға жәрдемдесу керек дегенді ертеден ойыма бекіттім. Мен жасымда Алладан былай тіледім: маған бақ бер, бақ берсең дәулет бер, әкімшілікті бер. Бірақ елді өзіме қаратып алғанша, істеген жаман қылықтарымды кеш, ол тілектерімді беріп, кемеліме келгеннен кейін, берген дәулетіңді, берген бағыңды, берген әкімшілігіңді орнына жұмсай алмайтын болсам, екі аяқтының сорлы сығыл дедім. Елді бетіме қаратқан соң, қателік кетпесе, адам баласын жылатқан емеспін. Бірақ менің аяғымнан жағыма кім жармасты? Өзімнің жақындарым жармасты. Менің беделімді кім түсірді? Өзімнің жақындарым түсірді. Жау сырттан келмейді, іштен келеді болам. Ол менің жақындарым. Мен бала-шағама, туысқандарыма татулықты, жақындықты тілемедім. Тілесем, оны да беретін еді. Мен көргендей жағдай басыңа туса, ол міндетті түрде келеді. Жетім жесірге, жаман жәутікке, адалға, момынға жәрдем ет балам. Осы менің айтпағым. Мысалы, Құнанбай барымташыларды аяған жоқ. Барымтаға барған ұрыларды да құртты бәрін, айдатты. Барымтаға жұмсаған байларды да аямай жазалады. Көріңіздер. Содан кейін керек болса кісі өлтірді Құнанбай мысалы. Мысалы, өзінің келінінің қойнына кірген Қодар деген адамды түйемен жыртып өлтірген. Кейіннен Абай есейіп, әке бұл не деген қатыгездік дегенде айтады: балам, мен не істеуім керек еді? Сонда екеуін, анау шал өзінің баласының әйелін қатын қылып отыр дейді. Сонда мен не істеуім керек? Екеуін үйлендіріп, жеке отау қылып шығаруым керек пе дейді. Елде жоқ қылмыс, елде жоқ қылмысқа, елде жоқ жазаны бердім дейді. Өйткені Құнанбай өкініп отырған жоқ. Өйткені халықты тәртіпке келтіру үшін дәл сол сәтте Құнанбайдікі дұрыс, қатал болу керек. Көрдіңіз бе? Сондықтан Құнанбайдың кемеңгерлігіне де мешіт салдырған, халықты иманға жетелеген, дінді әкелген, мектеп салдырған, орыстың мұғалімді, орыстың біліміне ұмтылған, өзі орысшылсың деп жүріп Абайға, өзі орыстың озып тұрғанын біледі, орыстың ғылымының, білімінің, өнерінің күшті екенін біледі. Міне, сосын заңды аямай орнықтырған. Не бір содыр сойқан, байлар болған, билер болған, төрелердің өздерінің кеудесін басқан. Әрине олар да аянбаған. Құнанбайдың үстіне неше түрлі арыз жазған, қаматқан, тергеуге салдырған. Бірақ Құнанбай өте қажырлы, өте күшті адам болған. Ешқашан қайтпайтын болған да. Құнанбай кейін Абайға талай рет айтқан ғой: балам, ел
Қазір баяғы заман емес, қазақтың сөзге тоқтайтын заман емес қазір. Қазір күш, заң, халық, әрине адам сенен қорықпасын қазақ, бірақ сенің артыңдағы заңнан қорықсын дейді. Заңға бағынсын дейді. Сондықтан аямау керек, бағындыру керек заңға. Заңмен жүріп, низамға бағынуды үйрету керек, тәртіпке үйрету керек дейді. Болыстық қызметке 1866 жылдан бастап араласқан Абай, бұл қызметті араға арагідік үзілістер салып, 1878 жылға дейін атқарды. Ел ішінің асқынған араздығын, жан аяспас жаулыққа кетіскен жандардың арасын бейбіт жолмен жақындастырып, дау жанжалдарды адамгершілік тұрғысынан шешуге тырысқан Абайдың бұл қадамдарына ел жуандары, зорлық пен озбырлыққа еті үйреніп қалған өз ағайындары тосқауыл қоюмен болды. Болыс Абай ұрлық істегендерге, әлсізге зорлық, нашарға қиянат қылғандарға қатал болды. Елдің телісі мен тентегі, бұзақысы мен басбұзарлары Абайдың қара қылды қақ жарған осы турашылдығынан именді. Жауапкер ұрылар Абай алдында қылмыстарын ағынан жарыла мойындады. Арасында ұрлық істемеуге ант беріп, қанына сіңген осы бір жиіркенішті кәсіптен бір жола тыйылғандар да кездесті. Абай алдында болғандарын аңыз етісті. Құдай енді Абайдың алдына ұрлықпен апармасын. Не? Соншалық кісі жейтін адам ба? Ойбай айтпа. Оның алдына өтірікпен бара алмайсың. Жаның қалса, шын сөзіңнің арқасында қалады. Әуелі ұрлықпен ұсталып, Абайдың алдына барып көрсеш. Тез сонда. Арқаңа темір қыздырып баса ма? Бір жолы мені қысты күні үстіме суық су құйып тергегені бар. Міне? Ай, оны қойшы. Бәрінен де жауап алған кезде ұяттан өле жаздайсың. Ұрлаған малың түгілі ішегіңнің қырындысына дейін алдына жайып саласың. Қылмысыңды қалай мойындағаныңды білмей қаласың. Әй, әлгі Абайға шығарған өлеңіңді айтып берсеңші. Бәсе, сөйтсеңші. Күнту болыс болғанда жортқаным ай. Керей менен Найманды тортқаным ай. Қазы менен қартаны кертіп шайнап, Абай болыс болғанда қорқаным ай. Бір 1875-1878 жылдары Абай уезд бастығы Измайловтың ұйғаруымен Қоңыр-Көкше еліне сайлаусыз бірден болыстыққа тағайындалды. Абайдың ақылы мен парасатын, әділдігі мен сауаттылығын мойындаған патша әкімдері осындай қадамдарға еріксіз баруға мәжбүр болды. Өйткені сол кездегі қазақ сақарасында өз заманнан асып туған Абайдай тұлғаның жоқ екендігіне орыс шенеуніктерінің де көзі анық жете бастағанды. 1876 жылы Үзікбай Бөрібайұлы деген Құнанбай әулетінің ежелгі қарсыласы Қаратай Сапағұлының айдап салуымен Абайдың үстінен арыздар жазды. Осы арыздардың негізінде Абай Семей қаласына шақыртылып, 12 іс бойынша бірнеше ай бойы тергеуге түсіп, қамауға алынды. Соның нәтижесінде Абай 6 ай мырзақамақта отырған. Ол мырзақамақтан сол кезде омбыға ауысқан Лосовский келіп, губернаторға түсіндіріп, Абайдың ақталуына негіз қалаған. Ең соңында жаңа арыз берушінің өзі сол арыздағы жазған жайларының өтірік екенін мойындап қайтқан. Бір қызығы, барлық оқиға біткеннен кейін Бөрібай
мен жаңылыппын, зорлықпен жаздым деп қайтадан арыз жазады. Бұл арыз абайға берілген мінездеме арқылы басылады. Осыдан бастап абай қоғамдық сахнаға шықпаған. Яғни 40 жасында биліктен кетіп, қайтып тізгін ұстамаған. Бұл жылдары Абайдың орыс достары да молайып қалған еді. Абайдың басына іс түскенде оған көмек қолын созған Семей облыстық корпус кеңсесінің бастығы Лосовский мен адвокат Андреев болды. Абайға енді көмек көрсеткен осы қазақ еместердің арасында осындай орыстар болса, бірақ нағыз жаулар сол орыстар. Ал енді орыстардың осындай жағдайда кездескені ол тарихи шындыққа жатады. Өйткені Ресейдің өзінде қайшылықтар толып атқан кез. Олар бір жағынан империя, бірақ содан кейін осы қазақ жері болмаса Сібірге жіберген поляктары, олар енді осында қызмет істеп, бірақ іштей санасы барлығы сол орыстың империясына қарсы. Сондықтан ынтымақты күштер. Негізгі жауы Ресей империясына қарсы адамдар. Бұның барлығы бұл күрестің өнері, күрестің әдістері. Сен өзіңнің үлкен мақсатыңа жетуің үшін былай шектелмей, сол бауырыңа тартып, ынтымақты күштерді, қай ұлт болмасын, қай дін болмасын дегенде. Бұнда да жатқан үлкен сол енді Абай өмірінің үлкен тәжірибесі бар. Болыс болудың баянсыздығын түйсініп, биліктен көңілін ерте суытқан Абай одан бір жола қол үзіп кете алмады. Дау иелері Абай алдында бітіскенді қалады. Жүгініске ақын алдына келді. Оның әділ төрелігіне риза боп тараспайтын даугерлер некен саяқ кездесетін. Абайдың бағын асырып, даңқын асқақтатқан сондай ұлы жиындардың бірі 1885 жылы Семей қаласынан 70 шақырым жердегі Шар өзенінің бойында өткен Қарамола съезі болды. Зайсан, Өскемен, Кереку, Семей сияқты 4 бірдей ірі уездердің ішіндегі даушарларды шешу үшін шақырылған төтенше съезде Семей уезі Аршалы болысының ықпалды адамы Рақыш Тәтиев Абайға қарсы 40 шақты биді айдап салып, генерал-губернаторға арыз жазды. Тобықтыдан өш алатын сәт, осы отырған Керей, Найман, уақ билеріне түсейін деп тұр. Абайды бұл жолы мойындатып, табанымыздың астына салуымыз керек. Съезге кіргізбей, үстінен губернаторға арыз айдап, басын істі қылып, азғана Тобықтыны жөнге салып, малын шабындыға ұшырату керек. Айтасың, өздерін тоз-тозға жіберіміз керек. Ал билер, бұған қалай қарайсыңдар? Негізі, арақ шөн айтып отыр. Азғана Тобықты қашанғы төбемізге әңгірсай қойнатады. Осы жолы Абайды айдататындай іс қылу керек. Керек десеңіз жандаралға пара беріп, ұлықтардың аузын майлап тастау керек. Сөйтіп бар билікті Тобықтыдан алып алу керек. Келсесіңдер ғой. Келсеміз. Ендеше мұна қағазға бармақтарыңды басып, қолдарыңды қойыңдар. Абайға деген қарсылық қазақы ұғыммен айтқанда ақын Абайға қарсылық емес. Ол болыс Абайға қарсылық. Өйткені сол кездегі ел арасындағы даушар және шешілуге тиісті мәселелер, сонымен қатар өте бір шетін даулы мәселелер Тобықты еліне қатысты еді. Сол жаққа шығып кетеді, сол сөзді сөйлейді, сондай төрелік береді. Одан да дұбара
адам бас би болсын дегені қазақы күрестің бір түрі. Абайға қаскөйлік ұйымдастырушы Зайсан, Өскемен, Семей уезінің билерінің қарымы мол. Өздері бір ауызды болғанымен, Абайдың да ел ішіндегі сөз ұстаған, тілеулес, ниеттес, пікірлес адамдары көп еді. Соның бірі Көкен болысының адамы. Уақ руының Қандар табынан шыққан қадірлі ақсақал Әлімхан Төреханұлы деген кісі еді. Осы жолы тобықтыны жер қыламыз десіп отырмыз. Анау тобықтының сенген Абайын да Оязға мөр бастырып көрсетіп, билікке жарамайтын қып тастадық. Осы 4 болыс тобықтыдан басқа да жауларың бар ма? Жоқ. Жалғыз осы тобықты. Сендермен баталасып отырған мынау Зайсан, Өскемен билері. Қаракерей байжігіт бұрын Матай адамдары осы біздің елде қыстап қала ма? Жоқ, еліне қайта ма? Жоқ әлеке, несіне қыстасын? Еліне қайтады да. Осы біздің сиырдың бүйрегінде азған ауылдан тұратын Керей, Уақ, Матай бәрі Өскемен, Зайсан жаққа көше ме, жоқ осы орында отыра бере ме? О неге көшеміз? Әй, Рақыш. Біз бүгін ел құрап, бас жиып, 4 болыс елді 4 аяз елдің талауына саламыз. Басты адамдарын айдатамыз. Содан қалған тобықты осы орнында отыра бере ма, жоқ басқа жаққа ауып кете ма? Қайдан білейін? Қайда барады дейсіз? Отырады ғой. Біз енді 4 болыс елді 4 аяз елге талатып жіберіп көмексіз қалсақ, айғайласақ даусымыз Зайсан мен Өскеменге жетпесе, аш-жалаңаш, малдан бастан айырылған тобықты аман есен, аяқ астында малы түгел Керей, Уақ, Матай отырғанда тамақты қайдан іздейді деп ойлайсың? Астафыралла. Әлеке, мен батаға кіріп қойып едім. Мына билерге не деймін? Сіздер мына біздің Рақыш мырзамен баталасып дос жолдас болыпсыздар. Сондағы жауламақ болғандарыңыз 4 болыс тобықты болыпты. Рас. 4 аяз ел жабылса, 4 болыс елді жеңеді де, өшіккен елді талауға болады да. Бірақ ертең съезд тарқайды. Сендер өз елдеріңе кетесіңдер. Керей, Уақ, Матай жаудың қолында қалады. Сонда сендер қандай көмек бересіңдер? Жоқ, біз малын айдап олжаға батсақ болғаны. Қалған досымыз күймесе жанып кетсін дейсіздер ме? Жоқ, Әлеке, біз олай демейміз. Тек мынау тобықтының ұрыларынан көретін малымыз бар. Сол малдың барына мал, жоғына күмән алсақ, сіз соған көмек берсе дейміз. Сендердің барларыңа мал, жоқтарыңа жан әперетін мен. Осы топтың билігін маған беріңдер. Әй, бәле жала қумаңдар. Билікті өзіңізге бердік, Әлеке. Пәле жаланың бізге керегі не? Осы топтың билігін маған берген болсаңдар, төбе билікке Абайды сайлаймын. Әлеке, көп сізге берген сөзін қайтып алмайды. Төбе билікке Абайдың қасына кісі қосуымыз керек. Жауапкерді тобықты, билікте тобықтыда болса, ел ақысына қолы жетпей қалама деп ойлаймын, Әлеке. Рақыш, қате айтасың. Осы жиналған 4 аяз елдің ішінде Абайды сөзден ұтатын, заңнан ұтатын кісі бар ма? Қасына кісі қоссаң, өз ақыңды өзің кетірген боласың да.
Қарамола съезінде төбе би болып сайланған Абайдың өзін жер аудармақшы пиғылмен келген Жандаралмен тең дәрежеде иық тіресе сөйлеуі, Жандаралдың Абайды сөзбен ықтыра алмауы, ақынның мерейін тасытып, ел ішіндегі даңқын тіптен асқақтатты. Ойы болған сөзі жылмаң, кімді көрсең мен сонан, бетті бастым қатты састым, тұра аштым жалға жан. Абай аға, Баянауылдан Мәшһүр Жүсіп деген кісі келіп отыр. Ассалаумағалейкум, Ибрагим мырза. Абай өзінің кім екенін, ұрпақтарға кім боп қалатын анық білген адам. Мына Еркежан екемізді ата-ане деп қарамай, әке, апа деп қара. Менің тілегім осы. Сол 40 жасқа дейін ол әр сөзді, әрбір тіркесті ойында ойлаған сияқты. Айтса мүмкін, тінші қыздер елде жоқ, аққа тартқан жөңгі айтқан, ақыл айтқан бетті жоқ.